мынандай екен бауырлар, адам кешірмесе, мамандар ескертеді, кешірмесе ол мына жерде тұрады дейді. Бұл құр тұра бермейді екен. Бұл нәрсе дамиды екен. Шайтан өткен ол келеді ғой уасвасамен. Бұны үлкейтеді екен. Сөйтіп ол кешірілмеген нәрсе ол адамды дұшпандыққа айналдырады дейді. Яғни сол адамды сен жек көре бастайсың. Онымен тоқтамайды адам. Одан кейін оны жауыздық қылуға әрекет қылады екен. Онымен тоқтамайды дейді. Яғни соның түбіне жетпей, сол нәрсе тоқтамайды дейді. Мамандар ескертіп жатыр. Одан гөрі ең дұрыс вариант не екен оны? Алып таста болды. Не істейсің оны? Алла, мен кешірдім, сен кешірсің деп дұғаңды аумин деңді де, мынадан кеткен екен болды, сен рахаттан қорылап ұйықтайсың дейді. Түсінедім? Адамдар ұйықтай алмаймын дейді. Неге ұйықтай алмайсың? Өткен мияң толып тұр ғой сенің. Пәленшен жек көресің, түненшен жек көресің, ана оңбаған, мына оңбаған, бәрі оңбаған үшін. Қоғамда сол бір өзі ғана қалды, әдем болып, қалған бәрі қуып кетті. Әрине оны әрқайсысын солай түртіп алып, адамдардың бәрі жинай берсең, адам ауырып қалады барлар. Ауырған кезде ол жаңағыдай мынау тұрған нәрсе адамның несін қозғайды екен. Қан бар ғой, қан. Қан қысымына әсер етеді екен ол нәрсе. Кейін сол арқылы адамның ағзасындағы әлсіз болып тұрған мүшеңді ауыртады екен сол. Былайша айтқан кезде анау трубаның ішінде, анау ыстық судың ішінде ауа ағып кетсе, ауаны шығарған кезде шығармайынша ішінде проблема болады ғой. Сол сияқты ол жүреді екен бірге. Жаңағы стресс дейміз ғой оны, стресс. Уайым қайғы айналады екен де, ол стресс болып, ол бауырыма, біреудің бүйрегіме, білмеймін қай жері, әлсіз болып тұрған бір жері бар, сол жерді құртады екен де барып. Ол қайдан шықты ол мәселе десе, сол біреуге ренжіп қалғаннан келген ғой сол проблема оған. Кеше алмаған, неге тұра берген, сөйтіп ол уайымға айналған, оған жек көріс, стресс болған, сөйтіп бойында сөйтіп жүріп, бір мүшесін майып қалады екен. Ол шықпай қоймайды дейді. Сонда кім ұтты, кім ұтылды? Сен ұтыласың.